Оралмандар, сатқындар қазақтың басына күн туғанда қашып кеткен бұлар деп ауыздар көпіретін кейбіреулерге мен мынаны айтам. Бір емес, бірнеше рет естідім осындай сөздерді, жиі еститін болдық. Ондай бұлшыл сөзді қою керек. Ол оралмандар қашқындар емес, ол оралмандар батырлар. Батырдың тұқымдары, ер жүрек ата-бабалардың тұқымдары олар. Мына қазақ орысқа құл болмаймын деп орыс патшасымен неше жыл соғысқан. Одан кейін мына большевиктер келіп, олармен қызыл террормен соғысқан. Бес қарулы сай мына большевиктерге төтеп бере алмаған. Кеңес үкіметі орнаған. Сол кезде қазақты және Украинды неге көп қырған? Үкімет, кеңес үкіметі бар, патша үкіметі бар. Өйткені олардың сандары көп болған. Ұсақ елдерден қауіп жоқ. Болашақта совет үкіметіне тәуелсіздік сұрап қарсы шығатын осылар болады деп, қайтсек деп санын азайтамыз деп азайтқан. Оны жарты жерін, мына Омск, Омбы деген сияқты Астрахань сияқты жерлі Россияға берген. Одан кейін соғыстан кейін ана Сталин Қытаймен жақсы болып, халқымен бірге жарты жерді бере салған. Ана Шығыс Түркістан, қазір Чинжан деп жүргендері сол ел. Ол өздерінің ата-бабаларының жерінде отыр олар, қазақтың жерінде отыр. Мына ағылшындар Американы қалай жаулап алды? Ана буйвол тамақтар ғой олардың, киімдерді сол терілермен киінеді. Соның ең бірінші буйволдарды қырып салған ғой. Сонда олар мүсәпір болып қалған. Аш халық не істейді? Дәл солай істеген методты қолданған. Мына патша үкіметі де, содан кейін мына кеңес үкіметі де мына қазақтың малын сыпырып алған ғой. Тіріде айдаған Россияға, одан кейін сойып етте айдатқан, қолдан 2 рет ашаршылық істеген, жылқылар керегі жоқ, жылқылардың көбін сай-сайда пулеметпен атқан, малынан, жылқысынан айырылған, аттан түскен қазақ тоже мүсәпір болып қалған. 20-шы жылдары ашаршылықта бір қырылды, 30-шы жылдары ашаршылықта тағы да қырылды. Одан кейін мына қазақ халқы кеңес үкіметіне керемет қарсылық көрсеткен. Бірнеше көтеріліс болған. Оның бәрі шығады. Міне енді шығып жатыр ол архивтен. Ол құпия болған оның бәрі. Одан кейін не болды? Одан кейін ана шамалар кермей, 5 қарулы сай большевиктерден жеңіліп, олар шегініп, границадан өткен, Афганистанға кеткен, мына Пакистан, Индия, солар мына Түркиядағы қазақтардың барлығы солар. Олар не үшін кеткен? Олар мәңгілікке кетпеген. Мына құдайсыз үкімет құлайды, сол күні қайта келеміз деген. Жеңілдік, бірақ біз қайта келеміз деп. Қарсылық көрсетіп, ана шекараны бұзып өткен. Шекарашылар бол сол жерде болған. Өтем дегендерді аш халықтардың талайын сол жерде шекарада қырып салған. Неше түрлі сұмдықтар бар, әлі болашақта оның бәрі ашылады. О жаққа барғанда, Қытай жаққа да барған, о жақта ешкім біз құшақ жайып қарсы алмаған. Бір жағынан Қытай, бір жағынан Қызыл империя, большевиктер, бір жағынан Монғолияның билігі, Тибеттің билігі, барлығы сол тозып келген қазақты, мүсәпір болып келген қазақ тонақсы келген. Сондайларға бой бермей соғысып жүріп, о жаққа барып, о жақта да соғысты жалғастырған Оспан Батыр сияқтылар бар. Қазақ тегін халық емес, батыр халық екенін, өз бастарымен олар ноқтаға кигізбейтін, құл болмайтынын көрсеткен. Ер екендерін көрсетіп кеткен. Одан кейін ана Ауған ел деген кітап бар, Халип Алтайдың. Соны оқыңыздар. Ол ана бәленбай таулардан асып барып, Индия, Пакистанға кетіп, бүкіл Иранға дейін барған, Афганистанға барған. Сол жолда кіммен соғыспады олар? 10 бөлігінен 8 бөлігі қырылды ғой, соны 2 бөлігі қалған. Мына келіп жатқандар солардың ұрпақтары. Сендер қай беттерімен оларға сөз айтасыңдар? Олар нағыз батырлардың тұқымдары. Ер ата-бабаларымыздың тұқымдары олар. Құл болмаймыз деп кеткен қазақтардың тұқымдары ол. Мына толағай көрім тұрған. Мен толағайым десем, ол мен осы жердің қазағымын. Олар да кеп, мынау менің толағайым десе, біз бұл сенің толағайым бауырым. Қош келдің Атамекенге деуіміз керек. Өйткені бұл солардың атамекендері. Бұлар келімсектер емес. Бұлар қазақтар. Сондықтан біз оларға бір ауыз сөз айтуға құқыларымыз жоқ біз. Үйтіп қорламандар. Олар салтын емес. Олар батырлар. Осындай батыр қазақтардың бар екеніне қуаныңдар. Сол батырларды
құшақ жайып қарсы алыңдар. Ана бос жатқан солтүстік Қазақстанның бәріне орналастырыңдар. Елді, жерді қорғайтын, тілін қазақтың қорғайтын осы болашақта осы оралмандар болады. Көрде тұрыңдар. Осы оралмандар мына Қазақстанды көтеретін осылар. Осыны ұмытпаңдар. Бірлік керек бізге. Бөлектенбеңдер.